Қазақ халқының ұлттық аспаптарының біздерге жетуі сонна қыруар мұра қалдырған зерттеуші Болат Шамғалиұлы Сарыбаевтың арқасы. Ол көне аспаптарды жинауға 1960 жылдан бастап кіріскен екен. Зерттеуші еліміздің түрлі аймақтарынан 300-ден астам аспаптарды тауып, оларды зерттеп, жетілдіріп, орындау әдістерін меңгеріп, шәкірттерін баулыған. Болат Сарыбаев 1968 жылы көне ұлттық музыкалық аспаптардан ансамбль ұйымдастырады. Қазақтың ұлттық музыкалық аспаптарын жіктеп төмендегідей топтарға бөлуге болады. Үрмелі аспаптар, шертпелі аспаптар, ұрмалы аспаптар, сым тілшелі, сілкіп ойналатын аспаптар. Қазақтың ұлттық аспаптарының ішінде кең тарағаны домбыра, қобыз, сасырнай болып табылады. Сондықтан ұлыстың ұлы күнінде қазақ халқының мәдени мұрасы, ұлтымыздың ұлттық болмысын насихаттаушы асыл қазынамыз саналатын домбыра аспабына тоқталуды жөн көрдік. Екі шектің бірін қатты, бірін сәл-сәл кембіра, нағыз қазақ емес, нағыз қазақ домбыра деп ақын Қадыр Мырзалиев жырлағандай, халқымыздың ғасырлар бойы жинаған ұлттық құндылығы мен дүниетанымын дәл суреттеп жеткізе алатын қоңырүнді домбыра екені даусыз. Біз бүгін сол ұмыт болған қазақ халқының аспабын қайта жаңғыртып, кең насихатталуына мол еңбек сіңіріп жүргендердің бірі шебер Әбілқасым Байбулановпен танысамыз. Білім мен білік иесі қолөнер шебері Әбілқасым Байбуланов Түркістан облысында дүниеге келген. Зергерлік атадан балаға даритын қасиет демекші, кейіпкерімізде жастайынан атасының ұсталық өнерін көріп, содан тәлім алып ер жеткен. Бос уақыты болып қалса бірден қолөнермен айналысып, үнемі ізденісте жүретін көрінеді. Туған жерім, өскен жерім, оқыған жерім Түркістан. Қазіргі Түркістан облысы болып жатыр. Бала кезім Түркістанда өсіп, Түркістаннан кейін әскерден кейін Алматыға Қаныш Сәтпаев атындағы политехникалық институтқа түстім. Геология маманын оқып бітіріп шықтым. Сол Алматыда геологияны оқып жүріп, мына өзімнің қызығушылығым осы қолөнерге тартып тұрған екен. Осы қолөнерге араласуға сәті болып, кешке дейін институтта болсақ, кешкісін осы іспен айналысып барып, осы қызығушылығым осы өнерде болды. Бүкіл завод, фабриканың бәрі жабылып жатқан уақыт 90-шы жылдары ең кооператив болып ең бірінші ашылып, сол Алматыда кооперативте осы домбыра шебер болып жұмыс істедім. Бір шетінен оқимын, политех институтында. Екінші кешкісін осы домбыра жұмысын жасап жүрдік. Содан институтты бітірген екен, жолдамамен мені Сатпаев қаласына келіп, Жезқазған түсті металл қазір корпорация Қазағымызда мені 20 жылдан көп уақыт геологияда жұмыс істедім. Домбыра жасауды 1960 жылдардан бастап хоббиіне айналдырған қолөнер шебері Кеншілер қаласына келгелі бері 100-ден астам домбыра жасаған. Енді мен Қазағымызда геологияда жүрдім ғой. Мен келгелі бері осы Сатпаевта бір 100-ден көп жасадым. Енді ол жасаған қолдың бос кезі болады, жаңа демалыс уақыты болады. Сондай кезде ғана жасап жүрдім. Домбырадан бөлек мына қобыз жасап отырмыз, нар қобыз. Осы нар қобыздан мына прима қобызды жасап отырмыз. Тағы кейін шыққан прима қобыз жасап отырмыз. Енді мына шертерді кіргіземін. Балдырған домбыра, балашық домбыра, мына шіңкілдек, мынау жаңағы оркестр домбыралары, мынау торсық домбыра, абай домбырасы. Енді қазақтың 20 шақты түрлі домбыралары бар ғой. Соның қазір міне 10 шақты түрін шығарып отырмын. Әзірше ертең қасымда адамдар көбейіп жатса, жаңағы толық оркестр демесем де, енді бірсыпыра қазақтың аспаптарын жасаймыз деп
сондай жоспар құрып отырмыз. Бір қызығы домбыраның жарамдылық мерзімі мен үні, сапасы көбінесе материалға байланысты болады екен. Сәтпаев қаласында мұндай ағаштар қолжетімсіз болғандықтан шебер материалды басқа аймақтан алдыртады. Алтын сияқты қондылары болады. Мысалға Сәтпаев ағашынан, қаласынан біз домбыраның жасайтын материал тек қарағаштан ала аламыз. Қарағаштан басқа бізде басқа материал жоқ. Біз бүкіл материалдың бәрін жаңағы Алматы, Қарағанды, Астана, Шымкент, сондай үлкен қалалардан аламыз. Жаңағы одан қалай берсе жаңағы оңтүстіктен жаңа мынандай қарағаш, мынандай жиде, жаңғақ, сосын жаңағы алмұрт дейді, жаңағы мына алма дейді, жаңа бүкіл қатты ағаштарды оңтүстіктен әкелем. Мына бет ағаштарды бұл арнайы Алматыдан, сосын арнайы бұрыннан жасалынған аспаптардан алынып салынады. Жай ағаштардан бұларға аспапқа салып, бұдан дыбыс шығара алмаймыз. Сол себепті жаңа Алматыдан, Астанадан көбінесе мынандай мысалға домбыраның беттерін, мына мысалға домбыраның бетіне салатын бүкіл мына ою өрнектердің бәрін мысалға жаңағы сол үлкен қалалардан алып, шпондарды алып кеп, былай өрнектерді қолмен ойып, мынаға домбыраның бетіне жаңағы қолдан ойып саламыз. Бұл қағаз емес, бояу емес, мына таза мына шпоннан ойып жасап шығарамыз. Көп кепкен ағаш болса, көп жаңағы толық кеуіп, жаңағы былайша айтқанда майы шыққан деп айтылады ғой. Толық майы шығып, тазарған ағаштан домбыра өзі құлаққа жағымды, өте дұрыс домбыра шығады. Домбыраны құрастыру үшін алдымен кепкен құнды ағашты алып, шанағын кесіп шығарады. Оның қалыңдығы 3 мм-дей болады. Содан соң 3 см болатындай домбыраның мойнын ағашын кесіп, шанақты қалыпқа салып, пешке күйдіреді. Домбыраның шанақтары құрастырып алған соң, оның басы мен құлағы орнына келтіріліп, домбыраның декасы, яғни беткі жағы дауысымен нақышталып, ойылып алып, орнына қойылады. Ал мына қазақтың әдемі нақышталған оюлары домбыраның тек көркін ғана емес, сонымен қатар домбыраның декасы, яғни беткі жағы тесіліп қалмау үшін қызмет етеді. Шектері болады. Соларды 0,7 размердегі лескі саламыз бұған. Мынау әдейілеп жасалған гитараның лескісі. Мойнына 0,6 лескіден байлаймыз. Жалпы осылай құрастырылып шығады домбыра деген. Қалалық мәдениет сауық орталығы жанындағы Сұңқар аула клубынан шебер қолдар үйірмесін ашқан Әбілқасым аға бірнеше шәкіртке бойындағы дарынды дарыта білген. Ағымдағы жылы мемлекеттің қолдауына ие болып грант ұтты. Бүгінде кәсібін дөңгелетіп өз шеберханасын ашты. Алдағы уақытта бірнеше тұрғынды жұмыспен қамтымақ ниетте. Қала әкімі, Сәтпаев қаласы әкімі Надырсып Асқар Абылаевичтің қолдауымен қазір осы Сәтпаев қаласында домбыра бүкіл музыкалық аспаптар шеберханасын ашуға әжептәуір үлкен көмегі болып жатыр. Төлеш Қанат мәдени басшысы осы Сәтпаев қаласының. Ол кісінің де қосып атқан үлесі, қолдауы өте зор деп айта аламын. Себебі қазір домбыра деген біздің қаламызда не жөндейтін, не жасайтын ешқандай орын жоқ. Сол себепті де қазір халықтың бәрі келіп, біреуі жөндетеді, біреуі туралатады, біреуі заказ беріп жатыр. Енді Сәтпаев қаласында шеберхана бар деп айта аламын деп
өзімді көрсетемін. Абылқасым шебер домбырасын шертіп жүріп, көмейінен күй төгіліп тұратын ғажап аспапқа қайран қалады. Қазақтың асыл қазынасын насихаттауды басты мақсат еткен шеберден бір ән сүйемелдеп беруін өтіндік. Елдің жырын жырлаған, қайғысында толғаған, домбырасыз ешқашан жүрекке ем қонбаған. Құрманғазы тәттімде домбырамен сайраған, жүрегіне от жансын деп елге күйін арнаған. Домбырасыз ән қайда, домбырасыз ән қайда, әннен күй бар өмірде оттай лаулап жанбай ма? Домбырасыз ән қайда, домбырасыз ән қайда, әннен күй бар өмірде оттай лаулап жанбай ма? Абайжан болсаң бір жан, таң қалдырып ән салған, жүрегіңді жандырған, естіген жан тамсанған. Домбырасыз ән қайда, домбырасыз ән қайда, әннен күй бар өмірде оттай лаулап жанбай ма? Домбырасыз ән қайда, домбырасыз ән қайда, әннен күй бар өмірде оттай лаулап жанбай ма? Домбырасыз ән қайда, домбырасыз ән қайда, әннен күй бар өмірде оттай лаулап жанбай ма? Домбырасыз ән қайда, домбырасыз ән қайда, әннен күй бар өмірде оттай лаулап жанбай ма? Домбырасыз ән қайда, домбырасыз ән қайда, әннен күй бар өмірде оттай лаулап жанбай ма? Домбырасыз ән қайда, домбырасыз ән қайда, әннен күй бар өмірде оттай лаулап жанбай ма?